Солтүстік Қазақстан облысы аграрлы өңірден аграрлы индустриалды аймаққа айналуы тиіс. Өңірдің өндірістік әлеуетін арттыру мақсатында облыс аудандарында 11 сүт тауарлы ферманың құрылысы жалғасып жатыр. 3 жылда 21 ферма іске қосылып, өңір 1 жылда 51 мың тоннаға дейін сүт өндіре алады. Осының арқасында 500-ге жуық ауыл азаматтар екі қолға бір күрек табады. Бұл азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін де өте маңызды. Осындай жаңа сүт тауарлы ферма Аққайың ауданында да іске қосылды. Кешенді Иван Зенченко серіктестігі салған кәсіпорында 40 адам жұмыс істейтін болады. Сүт фермасы толық автоматтандырылған. Бұл жұмысты едәуір жеңілдетеді дейді мамандар. Сүт фермасын салу үшін мемлекет 3 миллиард теңге көлемінде қаржылай көмек көрсетті. За 2 года мы открыли 7 ферм. Біз осы жылы және келесі жылы сүт фермасын ашуды жоспарлап отырған кәсіпкерлерді осы кездесуге әдейі шақырдық. Бұл негізінде болашағынан зор үміт күттіретініз. 2 жыл ішінде біз 7 заманауи ферма аштық. Сондай-ақ 11 шаруа қожалығының құрылысы 2020 жылы басталды. Ол аяқталуға жақын. Тағы бір жағымды жаңалық: Петропавлдағы Киров атындағы зауыт биылдан бастап компьютерлер мен ноутбуктер шығара бастады. Биыл шілдеде шетелдік компаниямен серіктестік келісімшартқа отырып, жарты жылда 5 мыңнан астам компьютер жасап шығарған. 2000 компьютер қашықтан оқып жатқан солтүстік қазақстандық оқушылардың қолданысына берілді. Біздің жасап шығаратын дербес компьютердің бағасы нарықтағы бағадан салыстырғанда төмен. 220 мың, 250 мың шамасында компьютердің бағасы. Ноутбуктың бағасы 140 мың теңгеден біз сатудамыз. Сонымен қатар планшеттің бағасы 50 мың теңге. 1 терабайт жады көлемі бар компьютер Intel 9 орталық есептеуіш бөлімінде жұмыс істейді. Қазіргі уақытта компьютерлер қала мен облыс мектептеріне таратылды. Осындай 30 дана компьютерді, 95 ноутбук пен 10 планшетті биыл қазақ мектеп гимназиясының шәкірттері де алған. Бұл компьютерлардың барлығы толық жабдықталған. Мектеп программистері, техника инженерінің қатысуымен ол компьютерларға қажетті бағдарламалар енгізіліп, біздің мектебіміздегі аз қамтылған көп балалы отбасының балаларына табыс етілді. Бұл компьютерлардың барлығы арнайы келісімшарт бойынша ата-ананың қолына табыс етілді. Ал жаңа жыл қарсаңында солтүстік Қазақстан облысында алғашқы заманауи көтерме тарату орталығы ашылды. Бұл тауарларды сақтау, сұрыптау, сатуға арналған орталықтандырылған кешен. Жүктерді тиімді сақтау мен өңдеуді қамтамасыз ету үшін барлық талаптарға сай болуы тиіс. Әр бөлмеде тауарларды ұзақ сақтау үшін температура мен ылғалдылық реттеледі. Бұл тәсіл өнімнің мерзімінен бұрын бүлінуіне жол бермейді. Жаңа нысан 60 адамды жұмыспен қамтамасыз етеді. Такие категории B+. Бұл қойма облыста бірінші болып табылады. Бұл тұжырымдаманы қазір Қазақстан дамыта бастады. Олар 10 жыл ішінде 20 логистикалық орталық салғысы келеді. Қазірдің өзінде ауқымды болады. Менің ойымша біздің облыс үшін үлкен қойма керек емес. Шағын болса да бірнеше қойма болғанын артық. Көтерме тарату орталығы тұрғындарды қолжетімді бағамен жаңа өнімдермен қамтамасыз ететін болады. Бұл бизнес шығындарын оңтайландыруға мүмкіндік береді және тұтынушылар үшін бағаның төмендеуіне әкелуі тиіс. Бұл жобаға 1,9 миллиард теңге инвестиция салынды. 60-қа жуық жұмыс орны ашылды. Кешен 2000 тонна көкөніс қоймасына және 10 мың тоннаға есептелген. Бұл В+ санатындағы қоймалар. Мұнда бәрі заманауи болу керек екені түсінікті. Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін сақтай отырып, ең алдымен жұқпалы аурулардың барлық түрлерін дамитын кезеңде температура, ылғалдылық бірінші орында тұруы тиіс. Алдағы жылға да жоспарлар бекітілген. Неміс концертіне класс компаниясымен келісімге келіп, келер жылы Петропавлда комбайн жасап шығаратын зауыт іске қосылуы тиіс. Жақында фанер шығару зауыты мен биооперейшн зауытында биоэтанол шығара бастады. Солтүстік Қазақстан облысындағы алғашқы кірпіш шығаратын зауыттың құрылысы басталды. Бұл жобалар іске асырылатын болса, инвестиция көлемі артып, жаңа жұмыс орындары ашылады.